Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 15-25%-ға дейін көтерді. Осылайша ставка 1-1%-ға артып, жыл басындағы мәнге қайта теңестіріліп отыр. Ал жылдық инфляция деңгейі өткен айда 8,5%-ға дейін өскен. Өйткені реттелетін қызметтер құны қымбаттап, ұлттық валюта әлсіреген. Демек, базалық мөлшерлемені ұлғайту мәжбүрлі қадам деді сарапшылар. Пікірлерінше, ставка өзгеріссіз қалса, ақша массасы көбейіп, инфляция жеделдейді. Ұлттық банк кейінгі 4 айда түртілмеген базалық ставканы 1-1%-ға көтерді. Осылайша мөлшерлеме 15,25% көлемінде белгіленіп отыр. Оған Ресей валютасының күрт құлдырауы мен орталық банктың ставканы 1%-ға өсіруі ықпал етті дейді сарапшылар. Демек, ұлттық банк ескі мөлшерлемені сақтап қалса, нарықта ақша массасы көбейеді, сәйкесінше теңге әлсірейді. Импорттық инфляция деңгейі едәуір артады, ал ақша массасын азайтудың бір амалы базалық ставканы ұлғайту болып отыр. Бұл тетік инфляцияны тежеуге мүмкіндік бермек. Қазір кездегі доллардың теңгеге бағамын еркінге жіберуді бұл инфляцияның бір жолы. Егерде оны ұстап тұрса, баға одан бетер өсіп кетеді. 2015 жылдағы жағдай болады. Кейін біздің экспорттаушыларды ынталандыру деген түсінік те бар. Яғни біз сыртқа өнім шығаратын мемлекетпіз. Сарапшы пайымынша, базалық ставканы көтеру қаржысын депозитте ұстайтын тұрғындар үшін тиімді, алайда несиелердің де пайызы ұлғаятыны анық. Әрі ұлттық банктың инфляция деңгейін 5%-ға дейін түсіреміз деген жоспарына күмәнмен қарайды. Орталық банк төрағасы да президенттің 2025 жылға қарай Қазақстандағы жыл сайынғы инфляцияны 4%-дан асырмау туралы тапсырмасын орындау мүмкін емес деп отыр. 4%-ке келесі жылы инфляция апарамыз десек, ол мүмкін емес, мойындау керек. Өйткені доллардың бағамы өзгерді, доллардың күші өзгерді, тағы басқа ішкі және сыртқы факторлар қалыптасты. Сондықтан біздің болжамымызда келесі жылы 7%, 2016 5%-ке жетеміз деп сенімдіміз. Экономист Сапарбай Жұбаев квазимемлекеттік кәсіпорындар валюталық түсімдерінің 50%-ын сата бастаса, ұлттық валюта 505-510 теңге шегінде тұрақталуы ықтимал деді. Болмаса, ұлттық банк бағалы қағаздарын банктерге сатып, не резервтік мөлшерлемені ұлғайта алады. Бұл мәселені толық шешпесе де нарықты тұрақтандыруға ықпал етпек. Нұрболат Жаңабекұлы, Қоблан Өтегенов, Информбюро, Астана.